Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Бүгін ер балаларға арналған осындай жазық аяқ киім тоқып үйренетін боламыз. Бұл видеоны екіге бөліп салам. Бірінші бөлімде міне табан тоқуды және жиектеуді, ішіне осындай ұлтарақ салуды үйренеміз. Және де әшекей бұйымға алдына осы жазық аяқ киімнің алдына сәндік бұйым ретінде тоқылатын машинканы тоқып үйренеміз. Екінші бөлімі негізгі сандалеттің өзін, аяқ киімнің өзін тоқитын боламыз. Бұндай аяқ киімді тоқу үшін бізге қажетті заттар: суретті табан, оның ішіндегі ұлтараққа фетр және де жайлық матадан жасалған жіп, ализе бахар жібі, мақта жіп, крючок 1,70 және де мынандай жабыстыратын лента. Ол мына жерге тігілетін болады. Ине жіп. Барлығын айттым. Және қайшы керек болады әрине. Барлығын айттым. Ал енді тоқымамызды бастайық. Тоқымамызды бастамай тұрып, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ең алғаш біз табанды жиектеп тігіп, табанның іші осындай баланың аяғын терлетпейтін мақта матадан жасалған ұлтарақ саламыз табанға. Оны ең бірінші соны көрсетейін, қалай жасайтынымызды. Ол үшін менде суретті табанды басында жиектеп алдым. Әрбір тесіктен 2-2 баған тоқимыз. Тек қана ең төбесіндегі 3 тесіктен 3 баған тоқимыз. Басынан 3 тесіктен, бас жағынан 3 тесіктен, әр тесігінен 3 бағаннан, және де өкше жағынан әр тесіктен 3 бағаннан, сондай 3 баған, 3 тесікке 3 барлығы 9 болады, тоқимыз. Ал қалғандардың бәріне 2-2 бағаннан. Оған біз мынандай ішінен ұлтарақ тоқу керекпіз. Ұлтарағын дайындап алу керекпіз. Осы жол ұлтарақты біз тоқымаймыз. Ол үшін біз осындай тағы бір фетр дайындаймыз. Бұл суретке фетр түсірілген фетр табан, киіз сияқты табан. Баланың аяғы терлемес үшін тағы да бір тура осыған дәлдеп фетр қиып алдым. Енді бұның үстіне дәлдеп 2 қабатты кішкентай бөпенің жаялығы. Енді бөпелерге арналғандықтан құрамында мақта болғаны, мен бұл трикотаж материал. Міне менде жуса өшіп қалатын маркер. Тура осы жерге қоям. Шетін дәлдеп сызып аламыз. Енді осы сызғанымыздың бойымен 2 қабат матаны қиып аламыз. Қиып алмас бұрын мен міндетті түрде ине жіппен тура қақ
тура қақ ортасынан ине жіппен өстіп көктеп алам. Өйткені қиған кезде екі қабатты ғой, бір қабаты қиылмай қалып, или басқадай болмас үшін өстіп көктеп алам. Енді тура осының бойы өздеріңіз екі қабатты тура осының бойымен қиып аласыздар. Екі қабат матаны қиып алдым, фетрдің бетіне қойдым. Енді біз көктеп, міне мына жердегідей ине жіппен шетін жиектеп шығамыз. Оны мен орта жағынан мына жерден бастап алайын. Міне осылай жиектеп тігеміз. Айналдыра осылай жиектеп тігеміз. Және бір айта кететінім, мына ине жіп сәл қалыңырақ болсын деп 4 қабатты жіп. Жіпті 2 қабаттаймыз, инеден өткіземіз, 2-3-ін қосқан кезде 4 қабатты болады. Осылайынан тартып отырып, соңына дейін айналдырып тігіп шығамыз. Міне ұлтарақты жиектеп тігіп алдық. Ортадағы жіпті алып тастаймыз. Ортадағы жіпті алып тастадық, жай көктеп тіккен жылжып кетпес үшін. Сонымен міне осындай ұлтарақ болды. Енді бетмен бетін бетпе-бет біріктіріп, шетін жиектеп қосып шығамыз біріне бірін. Мына тіккен тігісті алып, бұлай өткіземіз. Ар жағынан бірақ өткіземіз. Ар жағынан жіпті іліп аламыз да, бері алып шығамыз. Енді келесі тігілген жер қайда? Міне. Келесі тігілген жер және ар жақ бетіндегі көзшеден өткізіп аламыз. Алып, бұлай өткіземіз. Келесі тігілген жер қайда? Алып, ар жағынан өтемізді. Өстіп. Осылайдан жиектейміз. Міне, осындай тігіс пайда болады. Түгел айналдыра, міне, айналдыра біріктіру жасаймыз. Міне. Қатты тартпаймыз бұл жерде, өйткені екінші жағына жетпей қалады бетіп тартқанда. Қатты тартпаймыз. Сәл бос тоқимыз. Бұлай жасағанда, тартқанда сәл мына жағына дейін жету керек. Егер қатты шетін тартып тастасаңыздар,
көріне ма? Егерде қатты шетін мына жақты, қатты мынаны тоқып жатқаныңыз қатты тартсаңыз, мына жағына жетпей қалады. Сонда тартылып қалады табан бейтіп. Сыртқы табан тартыңқы болып тұрады. Сондықтан ондай қылмас үшін мына тоқымамызды сәл-сәл, сондай қатты да емес, сәл бос тоқимыз. Осылайынан айналдыра жиектейміз. Мына табанды жиектеп жатқанда, мына ең өкші жағы сол жерден бастаған дұрыс. Өйткені мына жерден жаңа өзім бастап қателік жібердім. Мына жерде ортан белден бастасам, мына бас жағы көбірек болып қалады екен. Және де бас жағы көбірек болып бейтіп сыртқа шығып қалатын болса, мен қайта тарқаттым, қайтадан өкшесінен бастадым. Және де кейбір жерлерде мына тігілген артқыдан қарағанда көбірек болып кеткен. Сондықтан мені байқасаңыздар, кейбір жерде екі аттап тоқыдым. Мына жерден біреу алсам, мысалға, тігілген жіптен біреу алсам, келесіден емес, одан кейінгі, артындағы одан кейінгі көзшеден алып отырдым. Сөйтіп бәрін емес, мына жерден біреу, мына жерден біреу, үшеуден кейін, төртеуден кейін біреу. Сөйтіп өздеріңіз, мен білмеймін ғой, сіздер қалай тіккендеріңіз, мүмкін сіздер алшақ тіктіңіздер, мүмкін мен сияқты жиі тіктіңіздер. Соның келтіріп отыру үшін өздеріңіз қарап отырып тоқисыздар. Егерде мына жақ артық болып кетіп жатса, немесе астыңғы жақ артық болып кетсе, ерінбей қайтадан сөгіп, болмаса бағана ұлтарақ жасағанда тігіп қойдық қой, сөйтіп тігіп қойыңыздар, фиксация жасап, көктеп, арғы табан мен бергі табанды тігіп жасасаңыздар да болады. Қазір егер бұл да дұрыс болмаса, мен қайта ерінбей тарқатам, қайтадан жасайтын болады. Осы жерде тағы бір айтып кететін жағдай, мен мастер-класс түсіретін болғандықтан бірінші біреуін тоқып аламын, одан кейін екіншісін сіздерге күннекілік ретінде түсірем. Негізінде тоқығанда, өздеріңіз үшін тоқығанда олай істемеңіздер. Екі табанды бірінші бірдей жиектеп, бірдей ғып тоқып аласыздар. Өйткені бірінші тоқығаннан кейін артынан біраз уақыттан тоққанда айырмашылық байқалады, айырмашылық болып қалады. Ондай болмас үшін бірден екі табанды бірдей тоқып аласыздар. Енді біз қалай жасаймыз? Енді осы жерден болмаса, негізі ортадан жасаған дұрыс екен. Біз міне тағы да сыртынан емес, ішінен алып тоқып жатырмыз. Міне. Тек қана мына ақ жиектеген жерден қазір орамсыз бағандар тоқимыз. Айналдыра орамсыз міне бағандар тоқитын боламыз. Әрбір көзшеге, көзшеміз ол біздің мына көрініп тұрған өрімдер. Менде міне байқасаңыздар, біреу үлкен өрім шықты, біреу кіші өрім шықты. Оның бәрі бір жерде жаңа тартыңқырап, бір жерде бос қылып тоқып, мына үстіңгі табаны мен астыңғы табанды келтірдік.
артындағы жіпті міне біраз жерге дейін тоқып кеттім, болды. Оны бірге тоқымай қоямын, қиып тастаймын артынан. Әрбір байқасаңыздар, міне көрдіңіздер, үш жақтан сыртқа қарай тоқимыз. Негізі басқа пинеткаларда сыртынан ішке тоқитынбыз. Міне осылай айналдыра тоқимыз. Мынау жерден жаңа бір көше жоғары көтердік, сол жерден бекіту жасаймыз. Міне мен қостым, аяқтадым, қиып тастадым. Енді мен мынаны не істеймін? Мына жерден жанынан өткіземіз. Тартамыз. Енді келесі көзше бар ғой, келесі өрім. Соған осылай аламыз. Келесі өсіп кезек-кезегімен келтіріп, енді мен өстіп жасырам. Содан кейін бір жағынан өткіземін де. Қысқарақ қып қиям. Мына аралыққа кіргізіп, міне қараңыздар. Ұлтарақтың астынан кіргізіп орап аламда. Бір жақтан алып шығам. Содан ұлтарақтың астынан кіріп, өстіп бері қарай алып шығып, тартыңқырып қиып тастауға болады. Сонда екі ұлтарақтың ортасында қалады. Мынаны жай ғана қиып тастауымызға болады, өйткені біз ол қашып кетпейтіндей. Міне осымен табанымызды жиектеп, бәрі керегін жасадық. Енді біз мынандай тоқып бастаған, осындай бетінде тұратын, мына енді машинаға ұқсас, қазір осындай машина тоқитын боламыз. Енді шетіндегі қанша көзше болғанын санап аласыздар. Бір жерлеріңізге түртіп жазып қойыңыздар. Менде бұл табан 10 сантиметрлік табан. Бұнда менде 68 көзше бар екен. 68 көзше дегеніміз 68 баған. 68 баған. Енді міне біз қазір үстінде пинетканың аяқ киім үстінде тұратын әшекей машинка жасап көреміз. Ол үшін 10 көзше жоғары қарай көтереміз. Міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10 көзше көтердік. Енді бір көзше тағы да аламыз. 11-ші болады.
Енді біріншіден емес, екіншіден бастап, екінші көшеден бастап орамсыз бағандар тоқимыз. Біреу, екеу. Осылайынан орамсыз бағандарды мынау соңына келгенше тоқимыз. Соңғы бағанды тоқимыз. Біреу. Осы бір соңғы бағанды тоқыған жерден, тесіктен екінші баған тоқимыз. Және де үшінші баған тоқимыз. Осы бір тесіктен үш баған тоқимыз. Енді келесілерге бір-бірден тоқи береміз. Біреу. Осылай тоқи береміз. Тек қана мынау ең соңғысын тоқымаймыз. Соңғысының алдындағы келіп тоқтаймыз. Ең соңғы міне тұрған жерде, міне жерде тағы бір көше бар, оны тоқымаймыз. Жоғары қарай 10 көше көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 көтердік. Осы 9 жетіп қалар. Енді мынау бұрылыстағы қараңыздар. 1, 2, 3. Осы 3 ден кейін 4-шіге келіп өстіп бекіту жасаймыз. Осы жерге келдік, бекіттік. Бекіткеннен кейін бірден қиып тастамаймыз жібімізді. Тағы да бір-екі бекіту жолын жасаймыз. Енді қиюымызға болады. Осылай жасадық. Енді арт жағынан жандағы көшеден кіргізіп жібімізді артқа қарай шығарып қоямыз. Осы жерден кіргіземіз. Өстіп өткізіп аламыз. Осылайынан айналдыра орамсыз баған тоқимыз. Әр бір көшеде бір-бір орамсыз баған тоқимыз.
Енді келесіні мына жерден кіргізіп, санаймыз: 1, 2, 3 және 4-ші. 4-шіні тоқыдық. Мынау жерге бағана астыда. Мынау жерді аяқтап былай бекіттік қой, сол жердегі жіпті алып өткіземіз. Бұл бір терезесінің бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. Осы жерден тағы бір тоқып жіберейін. 11 қылып. 11 болсын. Және мына жерден артынан осылай соңына дейін айналдыра тоқып шығамыз. Сонымен аяқтадық. Осындай. Енді дөңгелегін жасаймыз. Мынандай енді дөңгелегін тоқимыз. Шеңберге, осылай шеңберге орамсыз 10 баған тоқимын. Осылай шеңбердің ішінде 10 баған тоқимыз. 10 тоқыдым. Енді міне ішіндегі жіпті тартамын. Тартамын.
бекіту жасаймын да. Осылай қиып алып тастаймыз. Осы қиып алып салған жер осылай тұрады ғой. Бұны енді мен бүйтіп тура ортасынан өткізем. Бергі бетке алып шығам. Сіздерге көрінеді деген ойдамын. Қара болғаннан жақсы көрінбейді. Міне бергі бетке алып шықтым, оң жақ бетіне алып шықтым. Енді оны қайтадан басқа жандағы кез келген жерден алып, сол жаққа қарай өткізіп тастайық. Мына жақтан жіптерін, артық жіптерін бәрін алып салып. Дөңгелектің енді ортасы болады ғой. Ол ортасын осы көгілдір жіппен жасайтын боламын. Мынаны да сөйтіп дайындап қойғам. Бұның да астын әзірге өстіп қиып қоям. Міне. Ортасына міне. Теріс жағынан кіргіземіз. Осы жерде бір көшені аламыз да. Екеу ораймыз. Осылай. Осындай түйіншеу бар. Дөңгелек пайда болды. Міне, клей момент. Соны жағам, универсальный, прозрачный. Осылай жағам. Мына жіпті жоғары қарай көтерем. Осы жіптің үстіне көтеріп тұрып осылай жапсырам. Екінші дөңгелекті де солай жапсырам жанына. Одан кейін жақсы ұсталынып тұру үшін жай арбаға жіппен, ине жіппен, қара ине жіппен тігіп шығам. Тігіп осы жерге жапсырып, көгілдір жіппен осы жіп осылай шетінен ақырын білдірмей тігіп қоямын. Және де біз астына терезе бұлай тұру үшін мынандай бір мен фетрді алдым, өстіп фетрді жапсырып қойға болады. Міне. Бұның бәрін жапсырып клеймен, одан кейін үстінен тігетін боламын. Соңына дейін каналымда менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Сау болыңыздар. Екінші бөлімде кездескенше.